Казахстандық әнші Қайрат Түнтеков казахстанского исполнителя Кайрата Тунтекова, Түнтековті азаматтық сотқа, популярного певца Кайрата Тунтекова, популярного шоу Суперстар KZ Кайрат Түнтеков, Кайрат Түнтековтің ісін қайта қараған выпускника Суперстар KZ Кайрата Түнтекова. Жаман хабар жерде жатпайды. Бәрі естіді. Жаңалықтардан естідік, сондай болып жатқаны, басына іс түскені. Я как раз находился в Лондоне, да, прочитал всю эту информацию в Твиттере. Ал жалпы Түнтеков туралы мен телевизордан көргем новостьтер. Кайрат, бер шықсайшы, жігіт шықсай бер қарай. Он самородок, да? С такой радостью, с таким восторгом больше новостей нет. Бұзылғаным бар енді ол жасырмай. Жалпы мені Шумахер деп достарым білет. Қайрат Түнтеков. Жастарға бұл есім жақсы таныс. Алғашқы әзілді хабарлайтын Қайрат Түнтеков. Астана! Қайки бәріміз бірге! Әкесімен баластан кесі, тамашалаймыз! Аға буын өкілдері де Қайратты жақсы білет. Түнтековтің француз тіліндегі айтатын әнін маған ұнайды. Я, французша да. Арабша да. Ағылшынша да. Өзгелдің қай әнін болмасын мақамын бұзбай орындау кез келгеннің қолынан келе бермейді. Оны мықты деген мамандар да мойындаған. Он самородок, да? Он, возможно, к сожалению, наверное, родился не в той стране. Ең алғашқы жеңісі сол еді. Кезінде дүрілдеген жоба Суперстарда. Дауыс беру арқылы көптің арасынан халық Қайратты таңдайды. Қайраттың екінші жеңісі Суперстардан кейін жас жігітке продюсерлік еткен Динара Адамның есімімен тікелей байланысты. Кайрат Түнтеков, Казахстан! Осылай тасы өрге домалап келе жатқан еді, кенеттен Қайрат продюсерін тастайды да бөлек кетеді. Себеп әркім әрқалай айтады. Бұл турасында алып қашпа әңгіме көп. Белгілісі сол кезден бастап Қайраттың шығармашылығында үнсіздік орнайды. Жас жігіт өзінің шығармашылық демалысқа кетіп бара жатқанын айтып, мәлімдеме жасайды. Бәз біреулер ол келісімшартқа отырыпты. 2013 жылға дейін Қайрат сахнаға шықпауы тиіс. Содан кейін бір үлкен жоба жарық көреді деп айтып жүрді. Бәлкім, ондай келісім жасалған да болар. Жұрт айтып жүрген жаңа жоба жарыққа шығар ме еді? Кім біледі? Егер жыл соңындағы келеңсіз жағдай жағадан алмағанда. Апарып тастап жатыр байғұс Қайратты. Бірақ енді ол кезде мен жай соқтым, бірақ соның өзінде де соқтым. Бір күн Твиттерде айқайласты бәрі, екінші күн айқайласты. Одан кейін не болды? Артынан келіп соны соғып кеттім, басқа машина таппағандай. Разве в этом есть что-то плохое? Жігіттің жолы болмады. Говорят, везде не повезет, если черный как дорогу перейдет. Қара мысық емес, қара джип шықты Қайраттың алдынан. Қайрат, бер шықсайшы, жігіт шықсай бер қарай. Ұрдың ба машинаны? Ұрдым десе, ұрдым. Қара джиптің иесі қара қыз қатты ашуланды. Это, конечно, все нереально для тебя. Я искала тебя очень долго, 1,5 месяца, да? И как бы хоть раз бы позвонил отцу, матери, мне, ничего нет. Қара жамылғымен отырған сот өкілі қара баланы 40 күнге қаматты. Окончательного мера взыскания назначить Түнтекову в виде лишения права управления сроком от работы 9 месяцев и административного сроком 40 суток. Осы процестің барлығын журналистер жарысып жазып жатты. Түбегейлі зерттеген ешкім жоқ. Әйтеуір Қайраттың суреттерін экран бетіне жалпы етіп жабыстырып, жығылғанға жұдырық дегендей жаңалықтың әрбір сағатын осы тақырыппен ашып отырды. Вот это отношение, понимаете, с такой радостью, с таким восторгом больше новостей нет. Ну надо же, звезда казахстанской эстрады попала в ДТП. Біздің кейбір журналистеріміз, өзіміздің әріптестеріміз
апарып тастап жатыр байғұс қайратты, жет атасын түгелдеп дегендей. Расында, біздің қоғам үшін жаңалық педі бұл. Кім бұзбай жатыр ережені, кім соқпай жатыр дейсің көлікпен көлікті. Қарап отырсақ, ел алдында жүрген талай азаматтың басынан өтіпті бұндай. Машина майланып, қарсы беттегі тұрған машинаға соғылған. Менің басынан да өткен, мен де сол жол апатына ұшыраған. Бір қарияғымыздың машинасының артына барып соққан кезім болды. Ана көше тазалайтын құм себетін машина бар ғой, артынан келіп соны соғып кетті, басқа машина таппағандай. Мен 2 рет соқпын. Жол ережелерін анда-санда бұзып тұратындарында мойындайтындар аз емес. Кейде бұзып қойған кездерім болды, бірақ ол кезде жол полициялары оны көрмей қалды. Мен арасында бірнеше рет мысалға арнайы емес, енді байқаусызда жол тәртібін бұзғаным бар, енді оны жасырмаймын. Жалпы мені Шумахер деп достарым білетінбіз, өте тез жүргізгенді жақсы көрдім. Және оны мойындаймын, я шын мәнінде мен ішім пысып кететін жай жүргенде. Соқты, ол факт. Қайратты ешкім ақтап ала алмайды. Әйтсе де соттың шешімі тым қатал болды деп шуласты жұрт. Бізге де бір кішкене қызықтау болды, себебі қалай мына оқиғаларды естіп көріп жатырмыз. Адам машина қағып, өлім жазасы болып жатқан кезде отырғызбайды. Соттың шешімі бізге де кішкене өте күмән тудырды. Бір бұйырды қандай интерес бар ма деп ойладық. Дәл осы кезде әлеуметтік желілерде отыратындар өз бетінше шуласып жатты. Көмек қолын созам деген Көкеев мырзаның басы үлкен дауға қалды. Я не понял, мы в кого превратились? Люди, наш коллега тонет. Вы что, с ума сошли? Мы обязаны встать в один ряд, иначе всем нам грош цена. Ребята, друзья, братья, давайте Кайрату поможем. Твиттердегі осы жазбаларынан соң Көкеевті пиар қуған пенделердің қатарына қосып қойды көпшілік. Многие начали говорить, что это пиар-акция, что мы хотим попиариться за счет светлого имени Кайрата. Біреу пиар дейді, біреу айтады, көмек дейді. Елдің пиар акцияға балағандары Көкеевтің Қайратты қолдауға арнайы концерт ұйымдастырмақ болған ізгі шарасы еді. Біреу үшін бәрі қосылған, бұл қандай да болсын пиардан артық деп ойлаймын. Адами қасиет. Иә, қасиетіміз сол көрініп тұр, осы жерде сол бірлік көрініп тұр пиардан гөрі. Пиар дейтінде не болды ал сонда? Бір күн Твиттерде айқайласты бәрі, екінші күн айқайласты. Одан кейін не болды? Ешқандай пиар көріп тұрған жоқпын бір. Я не думаю, что у нас настолько все плохо, что мы за счет Кайрата начали пиарить своим. Желі тыншымады. 2 аптадай өсек аяң, жорамал, балағат, былапыт сөз Көкеевтің де, Түнтековтің де атына қарша борап жатты. Итірет, керуен жүрет. Алматы, 19 ақпан, Көкеевтің клубы, жоспарланған концерт. Все, можно всех туда, журналистов и... Все, пойдем. Добрый вечер, друзья! Осылай басталды да кетті, әдемі кеш. Мүмкін біз бүгінгі кеште сол жинайтын ол қаржын немесе оның жарысында жинай алмайтын шығармыз, бірақ мақсат сол. Қаражат жинау Қайратқа көмек ретінде. Мына кадрлардан көліктің арықта жатқанын көруге болады. Тек жөндеуге келмейтіндей күйде деп кім айтады? Ал жәбірленуші көліктің сау жері жоқ деп дес бермейді. Алайда көліктің нақ қандай күйде екенін дәлелдейтін бізде бейнематериал жоқ. Көлікті бізге көрсетпеді. Жоқ, оны жазаламау керек немесе жоқ, ол төлемеу керек деп отқан жоқпыз. Кез келген адамның басында болуы мүмкін ондай жағдай. Оны адам істейін деп істемейді нәрсеге. Ұрынам деп ұрынбайды. Қалай айтсақ болады? Сәл ғана безответственный поступок жасап қойды. Енді адам баласы болғандықтан әрқайсымызда осындай жағдайға душар болуымыз мүмкін. Надеюсь, что Всевышний всех убережет от таких ситуаций в жизни, но считаю, что нужно поддерживать. То, что произошел такой резонанс среди исполнителей и
и все его решили поддержать. Это очень круто. Қолдауға келгені келген, алайда кейбіреулер үшін түсініксіз жайттар көп болып шықты. Қайратты жан-жақтан қазір қысып, жауып жатыр дейді, дұрыс па? Ақшаға қысып жатыр дейді, миллион дейма, білмеймін қанша. Но мы поддержали. Что в итоге будет сейчас? Вот что мы, понимаешь, от того, что мы поддержим? Но на него повесили большой штраф. А учитывая, что в нашей стране исполнители зарабатывают вообще хрен да маленько, то я думаю, что ему придется не один раз просто проехать по всем аулам и по богом забытым городам, чтобы забирать эту сумму. Продолжим выступление? Отлично! Когда я первый раз услышал информацию в интернете про Кайрата, я эту информацию воспринял молча. Начали его, в общем, по полной программе его начали каким-то образом оскорблять. Так же нельзя. Надо быть людьми и друг к другу относиться по-человечески. Потом начались какие-то перепалки. Он же был пьяный за рулем. Я поехал к нему в этот же вечер, сфотографировался с ним и написал: все будет хорошо. Я выяснил, во-первых, он не был пьяный. Если старший брат защищается за младшего брата, разве в этом есть что-то плохое? Кайраттың жағдайы қандай болмасын, біздің тарапымыздан көмек керек, біз әрқашан дайынбыз. Потом коллеги предложили: давайте сделаем концерт. Хорошо, без проблем, давайте сделаем. Где мы возьмем? Зал, свет, звук. Можно у тебя? Конечно. Пожалуйста. Оказывается, по мнению некоторых людей, которые не имеют отношения к эстраде и к искусству, просто занимаются бизнесом, начали переворачивать, что мне нужен якобы пиар. На самом деле я рад, что ты сегодня приехала, что сегодня находится с нами здесь народная артистка Нагима Искалиева, Жол Бербеков, Ажан Нурмагомбетова, группа Лутау. Все здесь находятся. Медео Арумбаев, Кадрали Булманов передает большой пламенный привет. Үлкендер жағы қатты ашулы. Вашу керек қойылы, көп журналистер. Вот журналисты, вы, между прочим, вы очень опасные люди. Сондықтан берейін бе сіздерге интервью? Не абайлап сөйлеш. Звезду на нары. С некоторых пор вот я, например, стала бояться журналистов. Өткен аптада 40 күнге абақтыға қамалған еді. Есть древнейшая первая профессия, это проституция, да? А второй древнейший называли вот журналистов, да? Но мне вот после вот такого пиара, который действительно вот та работа, которая была проведена журналистами, показалось, что они чуть ли не скатились на первую ступень. Журналистердің сонша шу көтерген негізсіз деп санайды. Нам действительно такой пиар не нужен. Мы люди взрослого поколения, которые не гоняются за пиаром. То есть мы еще прошли школу советской эстрады, поэтому нам пиар не нужен. Это творческая натура, человек, который, понимаете, он может сломиться. А вдруг он завтра что-нибудь еще хуже сделает? Вот что может быть, понимаете? Обозлиться на всех, на людей, на СМИ, на своих там, я не знаю, каких-то друзей, коллег, на ту же девчонку, которая вот попала, понимаете? Мұндайдың бәрін шуламай, айғайламай қазақтар баяғында істеген, елдің бәрін жарияламай. Мынадай қызық факт. В начале выпуска новости о серьезной аварии, которая произошла на трассе Киев-Обухов. За рулем находился известный композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе. Өткен жылдың 27 желтоқсанында Ресейдің мықты деген сазгері Константин Меладзе жол көлік оқиғасына ұшырайды. Бір күннен соң желтоқсанның 28-інде біздің Қайрат. Меладзе 30 жасар келіншекті қағып өлтіреді, әйелдің 2 баласы жетім қалады. Қайраттың жағдайында адамдары аман, темір ғана майысты. Меладзе 8 жылға түрмеге отыру керектін. Өнер адамы ғой деп аяушылық танытыпты. Біздің Қайратты болса 40 күнге жауып тастап, құқық қорғау органдары ашылмай жатқан талай қылмыстық істен халықтың да, биліктің де назарын тайдырып әкетті. Әйтпесе, анау қарағандылық шенеунік дұрыстап жазасын алар еді ғой. Жай, естеріңізге салып қойып жатырмыз. Енді кеш немен бітті, сол туралы. Кайрат передает вам большой привет. Кайрат говорит о том, что я взрослый человек и в этой жизни разберусь сам. Можно я эти деньги отдам нуждающему мальчику, который заболел раком? Ал енді бұндай айғайдан кейін әрине ол біздің көмегімізді қанша ақша жинап берсек те қанша ол өйткені ол қабылдамайды енді ол түсінікті ол нәрсе, потому что он мужчина. Он еркек. Қайраттың өз еркектігі бар екен. Ер азамат енді сондай ол ақшаға мен өзім ақтабам деп ол ақшаны басқа жаққа аударып оны қажет
етіп тұрған ана жас балаға аударғанымыз біз енді өте дұрыс көрдік. Көмекке мұқтаж болып жүрген әкенің үмітін әдемілеп жалғады бұл кеш. Это просто от видеооператоров наших. Спасибо. Дай Бог, чтобы счастливо. Үш жылдың ішінде біздің уже сондай ақшамыз уже неміз қалмады. Ағайын жұрт бәрінен уже бәрі көмектесіп уже постоянно не аламайды, көмектесе алмайды уже. Үлкен рахмет айтқым келіп тұр бәрі халықтарына, біріншіден Қайрат Күнтеевқа, Ерлан Көкеевтер, сізге, Аружан Сайынға, осындай балам осындай ауруға шалдыққаннан кейін осындай көмек көп, әр көмек бізге қазір өте қажет болып отыр. Қайрат болса мұнда жатыр. Іздеп келушілер аз емес, бірақ көк дарабаза кекірейіп тұр. Кез келген адамға ашпайды құшағын. Әкімшілік қамауға алынғандар осында жіберіледі. Қайрат та біздің осында қазір, бірақ бізге рұқсат жоқ. Сондықтан біз жай ғана сыртынан бақылауға мәжбүрміз. Мында кел. Тез-тез мін. Қайратымызды сыртынан болса да көріп қаламыз ба деп үміттендік әрине. Қайраннан қалдық. Біз Қайраттың жағдайын білейін деп едік. Ол жағын бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Дәл осы кезде. А вы откуда знаете? Я только что оттуда. А, вы вышли, да, получается? На 3 суток попал. Это радуется, за 3 суток так. Мына азаматтың көк дарбазадан шыққанын аңғармай қалыппыз. Өзі жанымызға келіп, қызық әңгімелер айтты. В одной камере сколько там? Там, ну вот на 10 лежачих мест, 5 двухъярусных шканерей. Было нас 35, до 40 не доходило. Ага, а сколько там квадратных метров? Ну, не знаю. Немного. Не снимай меня, Роза, пожалуйста. Просто наш мальчик там лежит. Мы хотели узнать, вы Кайрата не видели? Ну, такой худой мальчик. Давно он там уже? Да, уже больше, по-моему, 2 недель. А, нет, тогда там... Я был в этом... карантин, где всех принимают только. А оттуда уже раскидывают по другим палатам. Ну, как хаты их зовут. Там говорят хорошо. Точно не знаю, там не был. Но там говорят телевизор, DVD там у них. Водят в баню, да, когда просишь. Кормежка нормально все. Көңіліміз сабасына түсті. Қайраттың жағдайы жақсы деп туыстарына қуанышты хабар жеткізбекке асықтық. Шымкент, Қайраттың туған жері. Бұнда да біраз шуласыпты жұрт. Аңқылдап алдымыздан шыққан азамат көрген білгенін жасырмай айтты. Бұл Қайраттың әкесі. Мысалы, мен қарапайым адаммын. Бәріміз қарапайым. Шоу бизнес ештеңе түсінбейміз мысалы. Баласының не білдіргені жайында атана көппен бірге сол 7 ақпан күні республикалық арналардың кешкі жаңалықтарынан естиді. Мақтайсың ба енді бірақ не істейсің? Болған істе болады деп ойлаймыз айтады. Тентекпеді Қайрат бала кезінде? Жоқ, тентек. Қанымсыз сондай. Қайрат үйдің кенжесі. Ағасы Талғат пен әпкесі Салтанат әлде қашан-ақ отбасын құрып, өз беттерінше өмір сүріп жатыр. Қайраттың анасы қазір зейнетте. Баласын сот процесі кезінде ғана көріп үлгерген. Қайрат не деді сізге? Қайрат уайымдамаңыз да, бәрі жақсы болады. Оларды да ойлады бар. Ана қызды судья сұрады. Сен қалай енді қазір денсаулығың қалай деді. Жоқ, ничего не болит деп. Ничего не болит деп ол сотқа айтқан шығар. Бізге біресе жан күйзелісінде жүрмін, біресе ыстығым көтерілді деп сұхбат беруден бас тартты. Ашуы басылмаған көрінеді. Алайда әкенің де айтар өкпесі бар. Олар тем более күш көрсеткен көрінеді. Ағаларын шақыртқан жаңағы Назира ма? Даже телевизордан көріп қалдық. Жігітсің ба шықпай тұрып, бір-екі рет ұрып алған көрінеді өзің Қайраттың мысалы. Қайрат, бері шықсайшы. Жігітше шықсай бері қарай. Айт, ұрдың ба машинаны? Ұрдық.
ұрдым десе, ұрдым. Жарайды, бәрінде қорқанымен көне берген басынан да түсіп көрмеген ғой. Маған айтып жатыр, адвокат. Почему не Қайрат, қалайша ол ана жерде отырып, әншілермен общаться етіп жатыр. Қалай ол концертті қойғызып жатыр. Қалай оның атынан ақша аударылып жатыр. Ничего не понятно. Қайраттың анасы айтып отырған адвокат мына келіншек. Если ты звезда, тебя это не уводит от ответственности. Жәбірленушінің құқығын қорғамақ боп мықтап кіріскен. Жұлқынып тұр. Объективно все справедливо, потому что закон для всех един, это однозначно. Если ты звезда, тебя это не уводит от ответственности. Еще сол жерде біз барғанда біреулер аңдып отырды бізді. Біреу, видимо, ана Қайратпен сөйлесіп тұрады, кіріп қалады деп ойлады. Сөйлесуге болмай ма сонда Қайрат? Кіргізбейді. Мен мамасының Шымкенттен келдім десем, никак ет. Вообще. Сізге түсіндірген жоқ, Еш нәрсе түсіндірмейді. Қараласа, бұл адам өлтірді ма? Біреулер әдейі жеп барып атып тастаған жоқ. Бір террорлық жасап, бір жарылыс жасаған жоқ бір жерде. Бұны не бір свидание бермейтінін мен түсіндім мысалы. Сізге кездесуге де берген жоқ? Кездесуге үшін болатпайды ғой. Ешкімді сен соны білшісің мұржа. Білікті мамандардан сұрадық. Атананың өкпесі орынды ма? Туған шешесі мыңдаған шақырым асып елегізіп жеткенде жүздестіруге болмас бет баласымен. Заңгер айтты. Тек қана бандероль алу арқылы, пошта алу арқылы, және өзінің тұсқандарымен кездесу, оған шектеу қойылған. Бұл заңның талабы. Человек қанша 13 адамды ма, 17 адамды қырып тастап кездестіріп жатыр. Бұл жағдайда ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Барлық конституцияға сәйкес келеді және қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес келеді. Жарайды, қалмасын заңы төлемеді деп қалмайды, жауып қойсын. Адамға жолықтыруға болады мысалы. Мен соны ойлаймын, ол қандай заң ол? Кімнің шығарып отқан заң? Заңды кім шығаратыны белгілі. Орындалу жағынан кемшіліктер кетіп жатады. Кейде. Тек Қайраттың жағдайында жол полициясы да, сот орындаушылар да бір қызығы өте әділ шешім қабылдайды. Әкімшілік емес, қылмыстық істің қозғалып кетуі әбден мүмкін еді, дейді заңгерлер. Себебі Түндековтың көлікке отыруына рұқсат жоқ болатын. Және сол кезде Қайрат мас екен деп ақпар таратқан кейбір телеарналар. Ал ана жүрегі сыпсың сөзге сенбейді. Қалайша мүмкін емес ол. И тем более, если ондай болса, неге с места происшествия оны сразу жібере салады. Бұл кеткен ол. Сол жерден кеткен аэропорт. Бұл Қайраттың полицейлермен бетпе-бет екінші рет жүздесуі. Бала кезде де бір рет ұсталған болып шықты. Үйден шығып кеткен, аяғында бір қызыл бұтей бар дейді. Мамасын іздеп адасқан. Сөйтсем ол магазинге келген Қайрат. Магазин жабық. Біз анау выборға кеткен. Выборда уже біздің бір товаровед бар еді, нышанды еді. Соған біреулер звондады. Осы мельсаханада атын Қайрат деп айтты деп кішкентай бала өлең айтып күшті ұйықтап қалды, бірақ кім еді мамасы? Мамасын іздеп жүріпті деп. Іздеп жүріп, аналар алып кеткен милициялар. Иә, бала кездегідей емес, қазіргі жағдайы Қайраттың күрделірек. Бірақ ол отырған жерде бәрі тыныш деп сендірді мына азамат. А вас били? Вот, например, вы же на 3 дня, да, сказали? Да, нет. Там не бьют. А здесь как обращаются вообще? Ну, сами полицейские. Нормально. Нормально? Да. Нет такого? Нет, насилия с их стороны я не видел точно. Я вот здесь второй раз уже. Первый раз не видел, второй раз тоже не видел. Айтпақшы, жаман хабарды естірген журналистерге Қайраттың әкесі де қатты ашулы екен. Біздікі жаңа түрменің төрінде тоқытып да, мен бір ата-бабасының өшіге кеткенде айтады да. Жүрмейді, менің балам террорлық жасап, біреуді барып пышақтап, или атып тастап, отырсам, сөйтіп айтсам, жарасады ол. Просто адам көңіліне жаман дейді. Иә, өнерде жүрген достарының бас қосып, Қайратқа жәрдемдеспек боп концерт ұйымдастырып жатқан туралы да әке-шеше естіпті. Біз Қайраттың, значит, мына шоу-бизнесте, өнерде жаңағы авторитет бар екенін деп қуандық. Қайратты бала кезден тойға сүйреп жүретін әжесі де бір аунап қалған шығар. Немересіне алаңдап. Қайраттан көп үміт күтетін. Осы бала бір ретіп шығады. Осы балам әнші болады деп тойға жетіріп ертіп жүрді да,
сөз сөйлеп болғаннан кейін менің мына немерем әр айтып береді дейді. Қайрат кішкентай ғой, ол бағасы арқаны бөліп. Ерте шықты дауысы, несі. Тілі де ерте шықты. Сол 2 жаста ма, ұстамал бәрі өлең айтқызатын айтады. Мен за счет отырып алып, бәкка-бәкка ойдап отырады. Да, айтып отырамын. Мен оны бәкка-бәкка ойдап. Соны оны тіл келмейді, аңылдап айта береді. Басқа іс түссе теріс айналып кетеді кей дос деген. Дұшпан табалайды. Тек әкенің ғана махаббаты адал болып қала береді. Ұрсасыз ба келгеннен кейін? Ұрсамаймын. Ұрсам деп дайындалып отыр. Көрген кезде нақылар екітісі. Қайраттың басына түскен іс көп адамды ойландырды. Тұжырым жасалды. Заң алдында барлығымыз жауаптымыз. Бұдан кейін бізді жол апатына түспесін, жол ережесін бұзбасын, бүкіл құжат, документтің бәрі уақытылы жасалсын. Бірер күнде Қайрат бостандыққа шығады. Мұна айқай-шу, дүрбелең жас жігіттің сағын сындыра қоймас. Өткені кезінде көптің арасынан таңдап алған халық сүйікті ұлын сыртқа теппес. Қайратқа бір ғана нәрсе айтамыз, жасыма, мойыма, еркексің ғой, көтер барлығын. Я его уважаю за то, что он не сбежал, он не пытался развести, как это обычно делают все наши, да? Түнтектің әсіресе мен несінің шығармашылығын бағалаймын, оны тыңдаймын кейбір әндерін. Сондықтан енді жанашырының бірімін. Сондықтан шыдасын, ел оны қолдап жатыр. Қолдаушысы қалқаны, қалың елі қазағы. Өнерді биік қоятын халық Түнтековтің бір тентектігін кешірер. Қайратты қайрап алған мына бір келеңсіз оқиға көлік басқарып жүрген талай азаматқа сабақ болуы тиіс. Ал әрі қарай жас орындаушының шығармашылық жолы қалай жалғасатын? Айтпай қойын, уақытымен өздеріңіз біле бересіздер.